Стратегия мен жоспар. Әуелі жер картасына бір қарап, сапар бағдарын сызып жазып алыңыз. Алты құрлықтың бірін таңдап, сапарыңызды сол аймақтың мемлекеттерінен бастаңыз. Сапар бағдарын жасаған соң, аралайтын мемлекеттеріңіздің ауа райы, мереке күндері, тіл білімі, маусым ерекшеліктері, саяси тұрақтылықты, жергілікті заңдар мен ережелерді, ас ауқат, көлік, пәтер, виза, рәсімдеу тағы сол сияқты туралы ақпарат жинастырыңыз. Мысалы, мұсылман елдерінде сақталуы тиіс ережелер мен қағидаттар немесе жергілікті ұры айлакерлерден сақтану жолдарын естен шығармаңыз. Бюджет пен қаржы. Сапарды жайлы өткізгіңіз келсе, турагенттерінің қызметіне жүгінсеңіз болады. Олар сіздің сапар бағдарыңызға қарап, жақсы қонақ үйлерді таңдап береді. Алайда бұл қызмет қомақты қаржыны талап етеді. Егер де сіз қазынаңыз аздау болып, сапарыңыздың мүмкіндігінше аса көп шығынсыз өткізгіңіз келсе, әуелі қымбат мемлекеттерге жол тартыңыз. Сапарыңызды қымбат мемлекеттерден бастап, арзан елдермен аяқтаңыз. Арзан қонақ үй таңдап, тіпті кейде бір тәулікке жалға берілетін пәтерлерге орналассаңыз болады. Қолма-қол қаражаттармен қатар сізде көлденең шығындарға қажетті қаржы болуы тиіс. Мұндай жағдайда кредиттік карта болу керек. Құжаттар. Сапар біраз уақытты алады, сондықтан да жолға шықпас бұрын құжаттарыңызды реттеп алыңыз. Шетел төлқұжатының жарамдылық мерзіміне, таза беттеріне жіті назар аударыңыз. Әр елдің өзге мемлекеттерінің азаматтарын қабылдау туралы тәртібін ескере отырып, алдын ала қажетті құжаттарды тапсырып, виза рәсімдеңіз. Денсаулық. Сапар бағдарын жасаған соң, оны өз дәрігеріңізге бір көрсетіп алыңыз. Дәрігер сізге қандай егу жасау керек, сапар кезінде қандай дәрі-дәрмектерді ішу керектігі туралы кеңес беруі тиіс. Саяхатқа шықпас бұрын алдын ала медициналық тексерістен өтіп алған дұрыс. Қажетті анализдерді тапсырып, дәрігер нұсқаулықтарын орындаңыз. Өзіңізбен бірге дәрі-дәрмектерді алып жүріңіз. Медициналық сақтандыру жасатып алыңыз. Бұл ретте ақшаңызды үнемдеудің қажеті жоқ. Медициналық сақтандырудың қай мемлекеттерде жарамды болатынын біліп алыңыз. Жол жүгі. Шабаданыңызды жинастырмас бұрын қажетті дүниелердің тізімін жасап алыңыз. Сапарыңызды суық мемлекеттерден бастасаңыз, сізге міндетті түрде жылы киімдер қажет болады. Сапар барысында сый кәделер мен өзіңізге керекті бұйымдарды сатып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да мүмкіндігінше жүгіңіздің аз болуын қадағалаңыз. Әрине, алыс жолға шығу үшін дайындық пен шыдамдылықты талап етеді. Сондықтан да саяхатыңыздан оң әсер алып қайту үшін оңтайлы демалудың жолдарын есіңізден шығармаңыз. Ендеше сапарыңыз сәтті болсын деп тілейміз.